Әлем бойынша онкологиялық орталықтарға күніне миллиондаған адамдар жүгінеді. Және де жыл сайын бұл статистика ұлғайып келеді. Онкологтердің мәліметтері бойынша қатерлі ісіктің көбеюінің басты себептерінің бірі зиянды тағамдардың көбеюі. Тіпті ол тағамдар әрқайсымыздың үйімізде де бар. Сондықтан дастарханымыздағы азық-түлікке абай болыңыздар. Бұл қандай тағамдар екенін білгіңіз келсе, видеомды толықтай көріп шығуыңызды сұраймын. Сонымен ең бірінші өніміміз ол газдалған сусындар. Газдалған сусындар қантпен ғана емес, рак клеткаларына энергия береді. Сонымен қатар құрамында канцерогенді элементі бар карамель бояғыштары болады. Газдалған сусындардың құрамын оқысаңыз, аспартам қосындысы бар. Аспартамды қант алмастырушысы ретінде жиі қолданады. 2017 жылғы жағдай бойынша шолулар, клиникалық зерттеулер қанттың орнына аспартамды қолдану ересектер мен балаларда калорияны және дене салмағын төмендететінін көрсетті. Келесі өнім ет өнімдері. Стейктің қытырлақ қыртысы дәмді болғанымен, пісіру кезінде жоғары температура канцерогенді көмірсулар түзеді. Ал жалпы алғанда қызыл етті шамадан тыс тұтыну ауру қаупін арттырады. Бұған бекон, шұжық және басқа ет өнімдері жатады. Етті өңдеу кезінде оған өте көп мөлшерде тұз, сонымен қатар қауіпті химиялық заттар, әсіресе нитраттар мен нитриттер қосылады. Бұл қоспалар өнімге тәбетті көрініс береді және ұзақ сақтау мерзімін қамтамасыз етеді, бірақ олар денсаулыққа үлкен қауіп төндіреді. Келесі өнім банкалардағы консервілер, әсіресе қызанақ пастасы. Мұндай консервілер қауіпті, себебі банка беті А бифенолы деп аталатын химиялық қоспамен қапталған. Оның құрылымы әйел жыныстық гормоны эстрогенмен ұқсастығына байланысты ми мен репродуктивті жүйеге теріс әсер етеді. Сонымен қатар әйелдер мен ерлерде қатерлі ісік ауруларын тудырады. Қызанақ консервілері әсіресе қауіпті, себебі олардың қышқылдығы BPA қоспасының тағамға енуіне әкеледі. Консервіленген қызанақты жасау барысында түрлі химиялық қоспалар қосылып, адамның гормон жүйесін бұзады. Сонымен қатар өсімдік майлары табиғи жолмен алынбайды, химиялық жолмен алынады. Содан кейін қажетті химикаттар қосылып, қажетті көрініс пен құрылымды қамтамасыз етеді. Нәтижесінде қауіпті омега-6 майлары өте жоғары болады. Күнделікті қолданып жүрген теңізде ауланған лосось ақуыздың ең пайдалы көздерінің бірі болса да, лосось химиялық заттардан, пестицидтерден және антибиотиктерден табиғи емес диетамен қоректенеді. Мұндай балық майлы болады, сондықтан оның денесінде зиянды заттар сақталады. Қант алмастырғыштар мен тәттілер. Қант алмастырғыштардың көпшілігі химиялық процесс арқылы жасалады және олардың шынымен қауіпсіз екендігін дәлелдейтін дәлелдер жеткіліксіз. Кейбір зерттеушілер мидың ісігін тудыруы мүмкін организмде дикетапиперазин токсинін шығарады деп санайды. Чипстер қазіргі таңда баршамыздың, әсіресе кішкентай балалардың сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Чипс бірнеше себептерге байланысты зиянды. Біріншіден, олар трансмайларда қуырылады. Трансмайлар адамды семіздікке алып келеді. Екіншіден, олар тұзбен, бояғыштармен, ароматизаторлармен толтырылған. Кейбір чипстердің құрамында шылымда кездесетін акриламид деп аталатын канцерогенді заттар кездеседі. Олардың құрамында консерванттар мен жасанды бояулар бар. Құрметті тыңдармандар, күнделікті тұтынып жүрген өнімдеріңізге абай болайық. Мейлінше табиғи өнімді пайдалансаңыздар абзал болады.